Мен Америкада қандай статуспен жүрмін және де қалай келдім, қандай визамен жүрмін, осындай тақырыпта бүгін бояна отырып сөйлесеміз. Мен қазір сабаққа барамын. Мен басында Work and Travel программасымен келгем, J1 студент болып. Work and Travel программасына тек қана студенттер қатыса алады. 3 ай жазға ғана виза беріледі. 3 айға ғана. 3 айдан артық жүрсең, уже сен виза бітетін уақытта уже Америкадан шығып кету керексің. Бірақ көріп тұрғандарыңыздай, менің Америкада уже өмір сүріп жатқаныма скоро 2 жыл болады, май айында 2 жыл болады. Бірақ мен әлі де Америкада өмір сүремін. Қалай? Негізі Америкаға келгеннен кейін визаның статусын ауыстыруға болатын мүмкіндіктер қарастырылған. Мені қуантқан жағдай. Негізі Work and Travel мен келген кезінде мен бұл жақта қалуға мүлде ниетім болмаған. 3 ай боламын, күштілеп ақша істеймін да кетемін деп ойлап келгенмін. Бірақ бұл жақта қалуыма біріншіден себепкер болған, ойымды өзгерткен нәрсе ол қасымдағы қазақ қыздардың, қазақ балдардың ойлары. Олар қалуға ниетті болған екен. Қалуға ешкімнің ниеті жоқ ба деп кәдімгідей менің ойымды өзгертті. Мен ойладым, қалатын болсам, онда нелегально қаламын деп. Жоқ, оказывается, легально қалуға болатын жолдар бар екен. Сол туралы уже қалғысы келетіндер уже ізденген и маған сол ақпаратты береді. Осылай легально қалуға болады деп. И мен ойлана бастаймын. Деп Қазақстанға барғанда мен не істеймін деп, сосын менің бір айда уже ойым өзгеріп кетеді. Мен өзім майдың соңында, яғни июньнан бастап жұмыс істедім и бірге жұмыс істескен қыздармен ойым өзгеріп, уже шілде айында ойымды толық өзгертіп, қаламын деп шешіп, отбасыммен ақылдасып, отбасымның рұқсатын алдым. И ол қандай жолдар? Мен енді J1 визасымын ғой. F1 деген виза бар, тоже студенттерге арналған, ол оқу үшін келесің. Көбінесе Қазақстандағы студенттерге 5 жылға беріледі бірден. И сондай студент негізі, студенческий виза түрі бар. И самый маған подходящий сол болды, қатты қымбат та емес. И мен специальный адвокаттармен сөйлесіп, официально менің статусымды өзгертуге заявка тастадық осы Америка үкіметіне. Олар 1-2 айдай қарайды, әркімдігін әртүрлі қарайды. Маған жауап примерно декабрь айларында келді, что менің статусым енді официально F1-ға өзгерді деп. Содан бастап мен официально, легально Америка студенті, иностранный студент статусында жүрмін. Дәл